Қандай ноутбук алсам болады, қандай ноутбуктың несіне қарау керек, ноутбуктың қандай артықшылығы бар, кемшілігі бар, ноутбук алу барысындағы үш қателік. Міндетті түрде маған арзаны керек дейтін болсаңыздар, онда ноутбук алатын кезде ең бастысы бәлтаныңызға қайырлы күн. Бүгінгі бағдарламамызда жалпы көпшілік адамдардың сұранысы, мен қандай ноутбук алсам болады, қандай ноутбуктың несіне қарау керек, ноутбуктың қандай артықшылығы бар, кемшілігі бар, қандай брендті алсам болады деген сияқты осындай көпшілік сұрақтардан кейін бүгін біз осы ноутбук алу барысындағы үш қателік немесе сол ноутбукқа өзіміздің сол үш кеңесімізді айтатын боламыз. Жіберетін үш қателік және соған үш кеңес. Видеоны әрі қарай жалғастырмастан бұрын бізге лайк басып кетіңіздер. Ол лайк деген нәрсе бізге мотивация береді. Жалпы біздің видео пайдалы отыр, пайдалы отқан жоқ деген секілді. Вот сол нәрсені анықтап алу үшін бірінші қателік көпшілік адам жіберетін ең арзан ноутбук. Я білем, қалталарыңыз ақша көтермейді, бұндай ноутбук алуға 300 мың, 400 мың теңге алып, бірақ ең арзанынан жүгіре берудің қажеті жоқ. Бірден айтайын сіздерге, бір жылдан кейін ол ноутбуктарыңыз тармай ете бастайды. Даже копировать еткен нәрсенің өзі, бір нәрсені копировать етіп алу немесе папка ашу немесе Word ашудың өзі сіздерге үлкен бір проблемаға, үлкен бір мәселеге айналады. Егер ең арзан ноутбукты алатын болсаңыздар, мен сіздерге реально айтайын, себебі қазіргі таңда неше түрлі программалар шығып жатыр, неше түрлі жаңалықтар шығып жатыр. Сондықтан да сіздерге айтатын нәрсені нақты айтқан кезде, мысалы процессорлар айтайын. Нақты айтқан кезде арзан сол мынандай процессорлар бар, ноутбуктар ешқашан алмаңыздар. Мысалы айтқан кезде Intel Celeron, Intel Pentium деген AMD 6, AMD 8 деген процессорлар ноутбуктардың ешқайсысын алудың қажеті жоқ. Вот сондай процессорлар ноутбукта көрсеңіздер, вот сондай процессорлар болатын болса, вообще жолаудың қажеті жоқ. Алмай ақ қойыңыздар, бір жылдан кейін тармай етіп не алады. Вот сіздерге бірінші айтатын кеңесім, егер сіздер ноутбук ұзағаннан шыдасын десеңіздер, осы бірінші кеңесімде мән беріңіздер. Міндетті түрде маған арзаны керек дейтін болсаңыздар, онда процессор міндетті түрде кемі Core i3 болсын, немесе Core i5 болсын, немесе AMD Ryzen 3, немесе AMD Ryzen 5 болсын. Егер осындай характеристика, осындай процессор болатын болса, онда арзан болса да алуға болады. Себебі сәл ұзаққа шыдауы мүмкін басқа нелерге қарағанда. Бағана айтқан процессордың ешқайсысын алмаңыздар. Түсінікті ғой? Түсінікті болса, соны ары жалғастырайық. Сонымен екінші жіберетін қателіктер артық төлеу. Қатты естіген жоқсыздар. Көпшілік адамдар бір кісілер ноутбук алу барысында көп ақша төлейді. Мысалы айтқан кезде көбінше бұл ультрабукқа неған кезде көбінше осы жақта сегментте жақсы пайдаланады. Көпшілік адамдар ультрабукты алғысы келеді, типа компактный, удобный деген секілді. Бірақ оның беріп жатқан характеристикасына ол бағасы сәйкес келмейді былайша айтқан кезде. Базар жоқ, ең үлкен плюсы бар, удобный деген. Бір екінші жағынан жеңіл, удобный деген сияқты. Сол жағына қарай көпшілік адамдар сол нәрсе. Бірақ соның бағасына одан 2 есе мықты ноутбуктарды алуға болады басқа. Мысалы төлеудің қажеті жоқ. Ең бастысы бағасын салыстырып, ішінде характеристикасын бәрін салыстырып көріңіздер. Мысалы Core i5 болатын болса, анада Core i7 немесе солайша бағасына қарай салыстырып, маған не керек деген секілді болады. Сол жағына сұрақ қойып, өздеріңіз солай алғандарыңыз дұрыс болады. Түсінікті ғой? Одан кейін үшінші кеңес бізде сіздерге айтатын нәрсе, ноутбук алатын кезде ең бастысы бірінші кезекте отзывтарына қараңыздар. Ең бастысы отзывтарына қараңыздар. Егер отзывта бүкіл тек қана бірақ қана магазиннің отзывтарын қарамаңыздар, бірнеше компаниялардың отзывтарын қараңыздар. Неше түрлі интернет магазині бар, орыстарынікі бар, СНГ-нікі бар, даже Америка, егер сол жақтікі де қараңыздар отзывтарын. Адамдар не айтып жатыр? Тек қана сол кісілер ғана сіздерге шындықты ғана айтады, басқа ешқайсы айтпайды. Себебі сол кісілер өздерінің бастарынан өткізген, өздері қолданып көрген. Сол жерде өздері бәрі айтады. Минусын айтады, плюсын айтады, қандай артықшылық, қандай кемшілік бар, неге мынаны ұстағанда осынша жыл ұстадым, осынша жылдан кейін зуы кете бастады, осынша жылдан кейін мощности кете бастады, қызып кете берді деген секілді осы сияқты нәрселер бар. Сол отзывтан ғана таба аласыздар. Мен сіздерге айтып жүрген осы обзорлардың бәрін, ол нелердің бәрін ең бірінші мен кезекте сіздер мысалы өздеріңіз білесіздер, бір шыққанда жүздеген телефондар шығады. Сол жүздеген телефондардың ішінен іріктеп бәрін отзывтарын қарап зерттеп соның ішінде ең идеальный деген варианттағы нелерді шығамын. Мысалы айтқан кезде телефон нелерді шығамын, и соны сіздерге характеристика айтып беремін. Отзывтарын қарап ішінде плюсы, минусын, қандай кемшілігі, қандай артықшылығы бар, бағасына лайық па, лайық емес па деген сияқты сондай зерттеп іріктеп сіздерге ең идеальный варианттағысын ғана ұсынамын былайша айтқан кезде. Сондай сол кезде ғана мен ең басты нәрсе мен отзывқа қараймын. Себебі солар ғана шындықты айтады. Басқа блогерлерге мысалы ақша төлейді, реклама жасап берші, ол не істейді? Ол ақша төлеп тұрғаннан реклама жасап береді деген секілді. Ең басты шындықты айтады сол отзыв ғана. Түсінікті ғой? Сондықтан да соған мән беріңіздер. Ең үлкен нәрсе сол. Сонымен достар, бүгінгі блогымыз аяқталды. Егер сіздерге пайдалы болған болса, әрине лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздерге айтатын нәрсеміз мынау. Келесі видеода қандай блог шыққан қалайсыздар, қандай обзор жасаңыз, алдыңғы блогта айтқан ноутбукқа обзор жасадық, ноутбук алуға кеңес берші, жасадық. Енді
қандай не шыққан қалайсыздар, комментарий жазып кетсін. Мен міндетті түрде оқимын, неше түрлі минустар жазып жатыр, оны да оқып жатырмын. Бірақ бірдеңе айтайын сіздерге. Тек қана телефонның характеристикасын ғана айтып береді, сыртындағын ғана айтып береді деген нәрселерді тоқтата салыңыздар. Себебі қай блогерді көрдіңіздер, ол сыртындағынан айтып, бір қосып қоры оперативкісі 6 болатын болса 8 деп айтатын деген. Мысалы оперативкісі 6 ма 6 деп айтамын деген секілді. Одан бөлек мен отзывтарын қарап, соның ішінде іріктеп, ішіндегі ең идеальный деген вариантта сіздерге телефондар ұсынамын. Мен пытырлатып сіздерге ұсынып отқан жоқпын ғой, ойбай, мынаны ал, мынаны ал, мынаны ал. Ішінен іріктеп өздеріңіз білесіздер, бір шыққанда 100 шақ телефон шығады. Мысалы нарықта қаншама телефон бар. Соның ішінен іріктеп сіздерге ұсынып жатырмын. Мынандай телефон алғаныңыз дұрыс, мынауысы дұрыс, мынауысы дұрыс емес деген секілді. Вот соны іріктеп сіздерге еңбек бұның бәрі, қарау, ішінен іріктеу, зерттеу деген, сондықтан соған да мән беріңіздер. Енді характеристикасы қалай бар, солай айтып беріп жатырмын. Минусын да айтып беріп жатырмын, плюсын да айтып беріп жатырмын сіздерге. Енді бұдан артық не керек деп ойлаймын. Енді сын айтылмай мін түзелмейді дейді, базар жоқ, оған келісемін. Сол үшін де тағы да комментарий жазыңыз, қандай нәрсе қосайын, қандай өзгерістер қосайын деген секілді. Комментарий оқып жатырмын, сіздерге жауап беріп жатырмын. Сіздер енді бірге біз командамыз ғой, сіздер дамысаңыздар, біздер дамимыз.